Всем привет барлығыңа, қалдарың қалай? Бүгінгі мини-влог мен өзімнің кішігірім заттарымды жинайтын боламын. Сол жайлы влог болмақ. Егер дайын болсаңыздар, видеоны бастаймыз. Негізі заттарымның көбісі шашылған болатын, себебі мен тәжірибемде үйінде 2 апта болдым, келгенім кеше ғана. Сондықтан заттарым бәрі шашып жатыр. Мен қалай болса лақтыра салған болатын. Кеше келгенім өзім қатты шашып тұрдым. Киімдерімді де қоя салдым, заттарымды да бәрін бұқтырып кеткен болатын. Бүгін соның бәрін жинайтын боламын. Мен өзім қатты ертеп болып кеттім осы жазда, реально айтайын. Көп ұйықтайтын болдым. Ал сабақ кездерінде сағат 9-10-да тұратынмын, қазір 11-12-де тұратын болдым. Вообще менің ұйқым қанбайды. Ал мына жерде менің дәптерлерім араласып кеткен, тазасы, таза емесінің бәрі араласып кеткен, жерде сұрыптап алу керек. Ал мына жерде коробканың іші почти болып кеткен. Мен заттарым бәрін терезенің алдына қойып қоямын. Негізі шкаф бар, ол жақта орын бос емес, сондықтан осы терезенің алдына лучше қойғанды дұрыс көрдім. Және менің әлі жүрген жерімнің барлығы пакет. И менің айнам, заттарым все. Ал бұл жерде таза парақтар, сентябрьде керек болады негізі бұның бәрі. Мына жерде таза блокнот, таза общий тетрадтар, қаптар деген сияқты заттар. И наконец-то мен таппай жүрген кисточкамды осы жерден тауып алдым. Тоже айтқанымдай жүрген жерімнің барлығы пакет. Тағы бір пакет шықты. Негізі обзор түсіремін деп ойлағанмын заттарыма, бірақ еріндім. Сондықтан осылай көре бергендерің дұрыс. Наконец-то жинап біттім. И мына жердегі көк сумочканың ішін кеше ғана жинап қойған болатынмын. Салфеткамен тереземнің алдын сүртіп шығайын, шаңы бесер болып кеткен. Еще ана жақта мен киімдерімді жинау керекпін. Киімдерімді қалай болса солай қоя салған болатынмын. Негізі атамның үйінде 2 апта бойы жүргеннің өзінде мен ешқандай видео түсірмеппін. Айттым ғой, еріншекпін. И бір видео салдым. Кішкене ғана түсірген видео оны негізі. Оны көрмеген болсаңыздар арнаға салып қойған болатын, көрсеңіздер болады. Негізі 2 апта бойы жүріп видео түсірмеген ұят болды, позор. Короче, менде 3 сумка бар. Бұл қара сумкам. Бір жазғы сумкам бар, оны таппай қалдым. Өзіне қақта тұрған. И бұл ақ сумкам. Короче, бұның ішіндегі заттарды алып бір-екі жинап қояйын дедім. Сумканың ішінде сумка бар, и мынандай кошелек бар менде. И мынандай кішкентай миниатюрок, 2 галстук шықты. Сентябрьде тоже керек қажет заттарымның бәрін видеоға түсіріп салатын боламын. Егер көргіңіз келсе, арнаға жазып алыңыздар, ұмытпаңыздар. Осымен влог тамам. Арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар.